Тәуелсіз және әділетті сот кез келген мемлекет қызметінің негізі. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Алматы облысының құрылуына байланысты 1932 жылы наурыз айында Алматы облыстық соты құрылған. Қазақстан Республикасы президентінің 2001 жылғы 14 сәуірдегі нөмір 585 жарлығымен Алматы облысының әкімшілік орталығы Алматы қаласынан Талдықорған қаласына ауыстырылып, облыстық соты Талдықорған қаласына көшірілген. Алматы облыстық соты 4 қабатты ғимаратта орналасқан. Сонымен қатар 2014 жылы облыстық сотының негізгі ғимаратына 4 қабатты қосымша ғимарат салынып, пайдалануға берілді. Ғимараттың төбесіне Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы мен туы орнатылған. Сонымен қатар мемлекеттік рәміздер барлық сот мәжілісі залдарына орналастырылған. Сот төрелігінің қолжетімділігі мен ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында ғимараттың фойесіне Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының және Алматы облыстық сотының төрағаларының азаматтарды жеке қабылдау кестелері, сенім телефоны туралы ақпарат, апелляциялық және кассациялық сот алқаларының сот мәжілістерін өткізудің уақыты мен орны көрсетілу арқылы тағайындалған істердің кестесі ілінген. Сот реформасын жетілдіру саласында судьялардың қатары жылдан жылға артып келеді. Қазіргі уақытта Алматы облыстық сотының штаттық саны 32 судья және 77 маманнан тұрады. Алматы облыстық сотының төрағасы Таймерденов Мейрамбек Таймерденұлы, қылмыстық істер жөніндегі апелляциялық сот алқасының төрағасы Сәкенов Советқан Сәкенұлы, азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі апелляциялық сот алқасының төрағасы Баратбеков Талғат Қожанұлы. Сот рәсімдерінің ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз ету мақсатында Алматы облыстық сотының веб-сайтында арнайы айдарымен ашылған сот істері бойынша анықтама Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының интернет ресурсы арқылы енгізілген. Сотқа келушілерге тиісті дәрежедегі жағдайлар жасалынған. Сот кабинеті тақырыбына түсірілген бейне жазба, стенд, медиация туралы буклеттермен, заңгер журналы және басқа да заң басылымдарымен таныса алатын күту залы жабдықталған. Азаматтарды құқықтық ақпараттандыру мақсатында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері, сот әдебінің кодексі, ар-намыс кодексі, сот кабинеті, медиация туралы, тіл туралы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан Республикасының судьяларының 6-шы съезінде сөйлеген сөзі, Алматы облыстық сотының төрағалары, Алматы облыстық сотының ардагерлері тақырыбына жасалынған түрлі стендтер бар және медиация кабинеті жұмыс істейді. Облыстық соттың бірінші қабатында кіріс, шығыс кеңселері мен конференциялар, кеңестер өткізуге арналған конференц-залы және 4-ші қабатында жалпы отырыс өткізуге арналған зал бар. Сонымен қатар кодификация, мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі оқу орталығы және брифингтер, дөңгелек үстелдер, ашық есік күндері, семинарлық сабақтар және басқа да шаралар өткізілетін бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс жөніндегі баспасөз орталығының кабинеттері жабдықталған. Соттың материалдық, техникалық жабдықталуы тиісті деңгейінде. Судьялар мен сот кеңсесі қызметкерлерінің кабинеттері қажетті жиһаздармен және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар, облыстық сот төрелігін атқару процесін едәуір жеделдетуге мүмкіндік беретін озық ақпараттық технологияларды қолданады. Дыбыс бейне жазба техникасымен жабдықталған 11 сот мәжіліс залы жұмыс істейді. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы жоғарғы сотымен бейне конференц байланыс жақсы жолға қойылған. Сот жүйесіндегі реформалар жеке бастың құқығы мен бостандығын қараудың кепілдігі болып табылады.
қоғамдағы дау-дамайларды заңды әрі әділ шешуге, судьяларды құқықтық және әлеуметтік қорғау мәселелерін шешуге жағдай жасайды.